Қазір жұрттың бәрінде жаңа қарасаңыз, бәріне жаңа соблазн дейді орысша айтқанда. Жұрттың бәрі жаңа ғылымнан гөрі ебін тауып жаңа көшеден бірдеме сатып, бірден байып, банкіге барып, бірден барып, емесі бірдеңеден бірден ұрлап, ақша тауып, ақша тапқанда былай адал тауып емес. Ебін тауып өкіметке барғысы келеді көбісі. Неге өкіметке барғысы келеді? Тендерге қатысып, я болмаса басқа бірдеме қылып, ебін тауып жаңағы бюджеттің ақшасын ұрлау, бюджеттің ақшадан жаңағы кішкене қағып түсіру деген сияқты. Біздің байлардың 99%-ы өкіметтің ақшасын байғандар ғой барлығы да. Өкіметтің жерін сатып алып, өкіметтің заводтарын алып қойып, жекеменшікке, соның бәрін алып сатып, қиратып, бүлдіріп, соны тапқандар. Негізі 99% содан. Ал егер солардың арасынан өзі мысалы бір жаңадан бір жаңалық ашып, мысалы бір компьютердің түрін ойлап тауып, я жақсы программа ойлап тауып, мысалы дүние жүзіндегі мынау адамдықтың миын маңайлап жүрген екі адам бар, мен білетін. Карл Маркс дейді, мен Карл Маркс демеймін. Стив Джобс пен Билл Гейтс. Мына компьютерді бәрі ойлап тапты, жұрттың бәрі келді. Ойлайсыз ба? Қазір Карл Маркстың да үлкен оның әсері мысалы. Енді осылар мысалы ауадан ақшасын жасады бүкіл байлығын. Бүкіл жаңағы Билл Гейтстің байлығы Қазақстанның жылдық бюджетінің байлығынан кем түспейді. Білдіңіз ба? Соның байлығын ауадан жасап отыр байлығында. Жері қазған жоқ, мұнай сатқан жоқ, газ сатқан жоқ, бәрі ауадан мидың күшімен жасап отыр. Ал осы мидың күшімен жасаған байыған бір қазақты білесіз бе сіз мысалы? Жоқ ондай. Бір айналып келгенде ата басының байлығын сатып, сол жаңағы ата-бабадан қалған байлықты жан-жаққа жаңағы бірден ұрлап, бір тыпырлап, бірден байығандар. Сондықтан алдығы бүйтіп өмірі ұрлықпен алға қарай дамып кетемін дейтін ол бос сөз, ондай болмайды, өзіңіз білесіз. Ол белгілі уақытта болады. Ол капитализм алғаш сатысында ондай болады. Капитализм алғаш сатысында ол баяғыда Оноре де Бальзак, Карл Маркс бәрі айтып кеткен баяғыда. Капитализм түбінде қараса қылмыс жатыр дейді. Қылмыс. Білдіңіз ба? Мынау Рокфеллердің өзі айтады. Сен мені дейді алғашқы $100 қайтадан $1000 қайтадан алған сұрама дейді. Одан кейін қалған $1000 қайтадан алған бәрін бір тиын шалып беремін дейді. Мінекей біз осыған келуіміз керек.